Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Мынау Талғар қаласында болған жан түршіктірерлік жағдайды барымыз білеміз, иә. Білмейтін адамдарға айта кетейін, 16 жасар өрімдей баланы 16 жасар бір иттер 13-14 еркек болып жабылып ұрып өлтіріп кеткен ғой. Өздеріңіз ойлаңыздаршы. Және даудың басы Дайрабайдың сиыры демекші, дүкенде болған бір болмашы кикілжің үшін осындай дүниеге барып тұрған ағайын. Бұл не деген надандық? Біз қайда бара жатырмыз, қандай өмірде өмір сүріп жатырмыз ағайын? Қазақты дәл бұлай қинап өлтіретіндей біз не жаздық? Бізге қазақ осылай бір-біріне жасап жатса, басқалар бізге не істейді деген сұрақ қойғым келеді. Және ағайын, бұл жігіттердің тірлігін мен былай есептеймін да, мынау өмірде негізі шакал деген аң бар, біле білсеңіздер, иә. Бір-бірден келе алмайды да, бірақ жабылса кәдімгідей күш болады да, кез келген аңға, аң патшасы арыстанның өзіне тойтарыс береді да, бұл шакал дегендер ше. Дәл сол шакалдардың тірлігі болды да. Және ағайын, мен ойлаймын да, бұл қазіргі жастарда барлығында демей ақ қояйын, бірақ мыналарда понятие деген дүние жоқ па? Мысалға, мен мысалға жасым 31-де, иә, мен қатарлы жігіттер, менен үлкен ағаларымыз барлығы біледі да, біздің кезде понятие деген дүние болды да. Яғни жабылып ұру бір адамды, бұл западло болатын да, бұл шакализм болатын, шынымен де. Ол үшін районда ол жігіт жабылған үшін жүре алмай қалатындар кездер болды, сөзін ашығын айтқанда. Және ең сорақысы ағайын, бұл жерде анасының жан дауысы шығып жатыр да, полиция, скорый деп аналар тоқтайтын емес. Анасының көзінше ұрып, тепкілеп, битамен ұрып жатыр да ағайын. Біздің кезімізде анасы түгіл, қызбен кетіп бара жатқан ата жауың болса да оған тиісу, ол западло болатын да. Бұларда бұндай понятие жоқ па ағайын? Не өкіп кетті бұл? Шынымен не өкіп кетті? Және бүгін оқыдым, сол 13-14 адамның 5-6-ы ғана ұсталған, қалғанын іздестіру үстінде дейді. Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, сізден Қазақстан Республикасының азаматы ретінде бір өтінішім бар. Мынау кезінде кухнядағы боксерларға сабақ ретінде Бишімбаевтың сотын ашық түрде өткізген болатынсыз, иә. Және өзінің әйеліне әлімжеттік көрсететіндердің сазайы қандай болатынында дәл сол жерде дәлдеп берген болатынсыз, халық сізге риза болды. Дәл осыларды 13 па 14 ба соның барлығын ұстаңдар деп Алматы облысы ішкі істер министрлігіне пәрменіңізді берсеңіз, және де бұлардың сотын ашық түрде өткізсеңіз, және ең соңғысы бұның барлығын жасына қарамастан қатаң жазаласаңыз деген бір өтінішім бар. Себебі бұл шакализм деген дүние өте жаман нәрсе. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, келесі үмітіміз сізде.